Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы жасымықтан жасалатын осындай сорпа дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, осылай майымызды құямыз да қыздырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, әбден жақсылап тұрып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне сәбізіміз бен картошкамызды осылай кубикте етіп турап аламыз да, осылай саламыз, араластырып, және де томат пастасын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Кішкене 5 минуттай қуыратын боламыз. Тұз қосамыз. Және де үстіне қайнаған суымызды құямыз. Бетін жауып қайнатамыз. Толықтай қайнаған кезде дәміне қарай тұз қосамыз. Чечевицамызды, яғни жасымықты әбден тазалап жуып алғаннан кейін барып, сорпамызға саламыз. Қызыл бұрыш қосамыз. Және де мята қосамыз. Болмаса, жаңағы кептірілген осындай петрушка қоссаңыздар да болады. Енді сорпамызды жай отқа қойып, осылай бәрі жұмсақ болғанша пісіріп аламыз. Енді оттан түсіріп, ыстық күйінде осылай блендермен езіп аламыз. Бізде осылай сұйы, как пюре сияқты болып шығуы керек. Енді соңында осылай лимонның жартысын алып, осылай сығып, лимонның шырынын қосатын боламыз. Өте пайдалы, өте дәмді болып шығады. Біздің сүйікті сорпаларымыздың бірі десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Мен осылай ыдысқа құйып, жаңағы кептірілген духовкада сухариктармен беремін. Ұсынамын, өте дәмді болып шығады. Видео рецепт ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше.